Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Енді соғыста аса үлкен жағымды өзгеріс негізі үшеу ма төртеу болып тұр. Бірден қазақ жолмен асықпай айтайық. Бірінші, бұл соғыстағы аса үлкен жағымды жаңалық. Жаудың өз ішінен жік шықты. Ол жік болғанда да аса сұмдық жік. Жаудың өз ішінен жік шықты. Ол қай жік дейсіздер ғой? Кезінде мына Донбасты орысқа қосамыз, Украинадан бөлінеміз деген сепаратистің жаңағы бас командирі болған, Ресейдің ұлттық қауіпсіздігі ФСБ-нің офицері болған Игорь Стрелков деген, Грикин деген есерсоқпар болатын. Оның енді аты Стрелков па? Стрелков. Игорь дейді, Грикин дейді, сол болған. Енді бұл өзінің соңғы мәлімдеген сөзінде Путинді сүмелек, күні малдан төмен, ақыл есі дұрыс емес, қорқақ, батырлық жасай алмады. Соңғы 23 жыл бойында билікті жалғыз өзі басып алып, тек орыс халқын алдаумен келді. Бұл қорқақ Ресейді құртты деген мәнде сөз сөйледі. Бұл енді Телеграм каналында айтты оны. Тіпті ол орыстардың құлағына кеспе ілгеннен басқа боқ білмейтін Путин сүмелек, қорқып бүңкеріне тығылып отыр деген сияқты айтты. Ол тіпті Путин президенттігінен кету керек, өз еркімен кету керек. Орыс халқын құтқаратын осыдан басқа жол жоқ деді. Енді көп жұрт ойлайды, бұл соғыста бұның қандай бір сұмдық жаңалық сипаты бар деп. Путинді анау-мынау көлденең көк атты өстіп айтса, оны біз я дей салар едік. Жай екінің бірі деп айтар едік. Екінші, Путин бір батыстық демократиялық елдегі бір басшы болса, оны біреу әлеуметтік желі түгілі сол батыстық елде Facebook, Twitter'де, YouTube'де, Instagram'да қай желі болсын, мысалы, Чусте, оның езуін тіліп боқтаса, біз оны тіпті батыста таңырқамайтын еді. Мына Байден шалды ма, бұрынғы Трамп шалды ма, бұл америкалықтар ерінбесе сол, бұны боқтап жүргенше бір-екі сағат таксовать қылып, крекештік жасап алайын деп ерінбесе, немесе бір ресторанға барып, табақ көтеріп, даяшы болсам да $200-300 табақ қоям ғой деп ерінбесе, ол сол Ақ үйдің алдына 24 сағат тұрып, Байденді қарғап, сілеп, боқтап, мазақтап, сүмелек, қалтылдақ, мәлкілдек деп отыруына болады. Мысалы, мен де ерінбесемін, мен де шетелдікпін. Бар Вашингтонға барып, Ақ үйдің алдында шатырымды тегіп, қолыма дыбыс зорайтатынды алып, оның неше түрлі ажуа суретін сызып, тіпті Трамптың дәу мүсінін, тыр жалаңаш мүсінін жасады. Тіпті, ол тыр жалаңаш мүсінін жасады, кәдімген ұят енді. Ұят мүсінін жасап, соны көтеріп жүрді ғой. Соны мазақтап әлгі жерде. Соның шүметайын ұстап фотоға түсіп қыздар жігіттері. Сөйт. Оған бола дүние дүрліккен жоқ. Бұл батыс. Бұл жерде сен кез келген бір жай адамды боқтап қойсаң, не ақсың, не сарысың, көксің, не түрің қалай деп қойсаң, бітті, басың бәлеге қалады, сотқа береді. Бірақ президентті ерінбей құмарыңнан шыққанша боқтауға, мерлерді, губернаторлар, конгрессмендерді, қаланың әкімдерін қалай боқтасаң олай боқта. Бұл батыс оған рұқсат. Ал Путин құрған коммунистік, диктаторлық, тирандық бұндай жүйеде елдің басын бейтіп сүмелек, қорқақ деп сыздаудың, жаңағы боқтаудың өзі, сынаудың өзі, бұл үлкен прогресс, және бұл Путиннің
халық алдында беті беделі кете бастағандығын, ызаланған халық енді оған қарсы әңгіме айта бастағандығын білдіреді. Ойлашы, Донбасс сепаратистерінің бас қолбасшысы болған адам, ФСБ-нің, Ресейдің шпиондық ұйымының офицері болған Игорь Стрелковтың, Грекиннің бұндай айтуы, біріншіден ол жай көшедегі алқашы орыс емес. Ресейде оның беті беделі бар адам. Оның бұндай әңгіме айтуы бұл үлкен жағымды жаңалық. Аса үлкен жағымды жаңалық. Бұл Ресейдің ішкі жағында жарылыс туып жатқандығын, биліктің ішкі жағында Путинға деген сенімсіздік болып жатқандығын білдірсе, екінші жағынан орыстар соғыстар жаппай қырылуда. Соғыстың барлық бағытында жаппай қырылуда. Басқаны жасырса да, өлген орысты жасыра алмайды. Көрдіңіз ба? Басқаны жасырса да, өлген орыс жасыра алмайды. Саша, қалайсың? Кеше қанша грамм іштің? Соғысқа мас болып кірмей, я? Пожалуйста, маған бай керек. Мас болмашы, көп мас болмай тірі келші деп тұрған қатыны бір күні Сашадан хабар алмаса, бір күн шыдайды, 2 күн шыдайды, 1 апта шыдайды. 1 айдан кейін ойбай Саша қайда деп еңіреп жылайды. Міне. Себебі бәрін жасырасың. Ауруды да жасырасың. Өлімің әшкере болады. Ойбай қырып жойып біз жеңіп жатырмыз. Бәрін тасталқан қылып жатырмыз дейсің. Ал онда біздің жіберген байымыз қане, біз жіберген ұл қане, бала қане дегенде үнсіз қаласың. Неге? Орыстар қырылып жатыр. Бұл сол Ресейде сыздаған ішкі сыздауықтың жарылғандығының дәлелі. Ішкі сыздауықтың жарылғандығының дәлелі. Бұл бірінші жағымды жаңалық. Екінші жағымды жаңалық, ақш Украинға 1,3 миллиард доллар көмек беретін болды. Ресейдің дрондарына қарсы құралдар, жаңағы ұшқышсыз ұшақтар, оқ дәрілер бәрі. Бұл ақш тарапынан берілетін тағы бір кезекті көмек. Ал үшінші жағымды жаңалығымыз. Мынау Украин соғысып жатқан аумақтарда шабуыл қатты күшейгені соншалық, орыстар аяқ астынан ойбайлап жария